Енді бизнес партнерлерге маркетинг план түсіндіріп өтейін. Coral Club компаниясында жалпы бизнесқа келген адам ЛТО 50 балл жасау керек ай сайын. Бұл жерде 21 күн емес, ай сайын каталог, ай сайын жүреді. Және де енді бизнесқа келген адам бұл жерде компания не үшін ақша төлейді, командалық тауар айналымын жасағанымыз үшін төлейді. Мысалы, мынау сіз өзіңіздің ЛТО 50 баллыңызды жасадыңыз және командаңызға адам шақыра бастадыңыз. Мысалы, 3 ветка ашып тастадыңыз, сразу бизнесқа келдіңіз. Мына жерден адам 50 балл, мына жерде 50 балл жасады. Мына жердегі адам күшті заказ жинай алады екен, 100 балл жасады. Өзі үйіне витаминдер алып, қараңыздар, 100, 50, 200 балл болды. Уже тоже мына жерде адам шақырып, бұл адамда бизнесқа келді, өзінің 50 баллын жасады. Мына жерде тоже адам бизнесқа келді, 50 баллын жасады. Так, 200, 300, мына жерде тоже бір веткасы күшті өсіп жатыр, мысалы 100 балл жасады дейікші, 100 балл. Мына жерде бір кісі адам шақырып 50 балл шықты бұл жерде. Сонда қараңыз, неше адам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам. Мына жерде сонда суммарный балл есептейік. 50 балл, 50 балл, 100 балл, 200, мына жерден 100, 200, 400 балл, мына жерден 50 балл шықты. 450 балл, суммарный 450 балл, және өзінің 50 баллы бар. Уже 500 баллмен, суммарный 500 баллмен директор ашып тұр, директор званиясын ашып тұр. Қараңыз, не бәрі 7 адам шақырып, уже директор званиясын ашып тұр. Енді осы ветка бойынша, осындай команда құру бойынша қазір мына жерде доходтарын есептейік, қалай шығады екен адамдардың.